Адам ажырасамын деп шаңырақ көтермейді. Алайда қазіргі таңда үйленгеннен кейін бақытты болып жүрген сәттері аяқтала ма, көп уақыттан кейін осы түсініспеушіліктер басталады. Және де қазір айтамыз жастар деп жатамыз. Бірақ та өкінішке орай 30 жыл отауласқандар да ажырасып жатыр. Келсем, себебі осы екіге айырылғандар дәл осы ажырасу процесс кезінде нені ескеру керек? Бұған қоса қалың малды қайтарып алу мүмкін бе? Және осыдан өзге де сұрақтарға бүгін жауап беретін болады маман, адвокат Ғалымжан Саржанов бүгін бізде қонақта. Қош келдіңіз, Ғалымжан аға. Саламатсыз. Қайырлы таң. Енді құрметті көрермен, осы тақырыпта маманға қояр сұрақтарыңыз болса, біздің WhatsApp номеріміз жұмыс істейді. Сұрақтарыңыз жолдасаңыздар болады. Енді қазіргі таңда шыны керек ажырасу көп. Негізі басты себептер қандай? Көбіне жастар не себептермен келеді сізге? Көбінесе басты себептердің бірі бірінші 5 жылдықта ол біріншіден ипотека бар, мойнына ілінген кредиттер бар, той жасаған, шетелге барып қыдырғандар бар. Сосын барып жұмыссыздық мәселесі бойынша әйел кісі жұмыс істейді, ер кісі жұмыс істемейді. Немесе ер кісі жұмыс істейді, әйел кісі жұмыс істемейді. Бірақ екеуінің мойнында ипотека, ақша жетіспейді. Сол мәселе бойынша ажырасулар өте көп бүгінгі күні. Қаржылай проблема ең бірінші орында. Қаржы проблемасы, сосын мінездері сыйыспады дейді. Ипотекасы бар мойнындағы. Жұмыс мәселесі бойынша жұмыссыз қалды. Осы мәселелер бойынша ажырасулар өте көп бүгін. Бұған сонда қазіргі таңда ата-ана кінәлі емес пе? Енді жаңа отбасыға көмектесу жаңағындай. Той жасап беру ол кісілердің мойнында емес пе? Енді көбінесе жастардың мінез құлқы осылай қалыптасып жатыр. Бәріміз өзіміз жасаймыз, ата-анамызға ауырлық жасамаймыз, тойды да өзіміз жасаймыз, үйді де өзіміз аламыз деп, бірақ соңында осындай іс-әрекетке жетіп жатқан күйлері бар. Ата-ананың бірінші бастапқы кезде менің өз ойым бірінші 5 жылдықта жақсылап көмектесіп жіберуге, аяққа тұрғызып жіберуге көмектері керек әбден. Бірге тұрып немесе екеулердің арасына түсіп, татуластырып, ата-енемен түсіп жатқандар өте ажырасып жатқандар өте аз. Мысалы, енді бізде статистика бойынша тағы бір ажырасу себептер жаңағы ене мен келіннің сыйыспауы деген сияқты себептер бар. Мұндай кездесе ме сізде? Өте көп. Сәлем салмаймыз деп ажырасып жатқандар да бар. Біз әке-шешемен тұрмаймыз деп ажырасып жатқандар бар. Бөлек тұрамыз деп. Сосын барып, мынау қазіргі күні әйел кісілер жоғары планканы қояды. Біздер Турцияда тұруымыз керек, әр қазақ сияқты. Немесе Дубайға баруымыз керек жылына 2 рет деп. Сондай планкаларды қойған екен, оған жете алмайды. Сосын кейін психоэмоционалдық күйде ол осы отбасылық жағдайға көңілі толмайды, сөйтіп ажырасуға алып келеді. Осының барлығын шешімін ажырасуға әкеп солады. Енді ажырасуға әкеп сіздерге арыз жазады, мысалы. Одан кейін оларға аз уақыт береді, татуласып көріңдер деген сияқты бір мүмкіндіктер болады. Қалай болады өз процесс? Заңнамаға сәйкес сотта 6 айға дейін ажырасу процесін жүргізуге құқылы, созуға. 6 айдың ішінде оған дейін кей кезде бізге келеді, біздер күйеуі немесе әйелі ажыраспаймын дейтін болса, біздер айтамыз, психологқа барайық, мешіттің имамдарына барыңыздар. Кей кезде әйел немесе ер кісі бармаймын десе, сот арқылы міндеттеуді жүктейміз. Мамандарға баруға? Мамандарға баруға. Сөйтіп, психологтар кей кезде жарасып жатқан кездерде бар, психолог мамандардың арқасында. Себепші болып кеткендер. Себепші болып кеткендер. Өйткені орнына қояды ғой, ер кісі немесе әйел кісі. Ер кісі жұмыс істеп, ақша табу керек, үйде жатпай. Мысалы үшін охранада емес, кішкене вахтаға барып жұмыс істе. Сол кезде ақша көп болады. Көбіне орындар ауысып кеткен дейсіз, әйел мен ер адамның, сондықтан да кикілжің орындайды. Ол да бар. Енді мысалы үйленеді, үйленген кезде бір алдын ала қарастыратындар бар ма? Мысалы енді ажырасайын деп жатқан кезде дүние мүлікті кім-кімде қалады деген сияқты бір дүниелер пайда болады ғой. Ол бар, ауқатты отбасыларда ол көбінесе кездеседі, сондай жағдай, бірақ ол заң, ол шарт, неке шарты, ол шартты заңсыз деп танып жатқан кездерімізде болды. Неке шартының өзін, өйткені ерлі зайыптылар кезінде бірінші үйленген кезде әйел кісінің ауқатты, немесе кәсібі бар болып шығады, ал ерлі зайыпты болған кезде ол кісінің компаниясы банкротқа ұшырап, ер кісінің компаниясы немесе жұмыс алға басып, үлкен қаражатқа ие болғаннан кейін ажырасқан кезде бұл бәрі менікі деген уже дұрыс емес деп есептеймін. Сол себепті сот арқылы заңсыз деп тауып, соларды тапылған мүлікті тең бөліп. Бірақ неке туралы заңнамада ерлі зайыпқа болғанға дейін мүлік бөліске жатпайды.
сыйлыққа тартылған мүлік бөліске жатпайды. Тіпті фамилиясын ауыстырса да. Фамилиясын ауыстырса да бөліске жатпайды. Енді қазіргі таңда бағана балауыз екеуміз бағдарлама басында да айттық, қазіргі таңда осы ажырасу кезінде қалың малды қайтару деген тақырыпты бір өзекті болып жатыр. Енді осы жайлы айтпас бұрын бір дайындаған сюжет бар, соған назар аударайықшы. Енді өзіңіз көрдіңіз, халықтың пікірі, этнограф бәрі айтып берді. Жалпы айта кетіңіз, осы дұрыс па қалың малды қайтарып алу? Егер тараптар өзара келісіп жатса, қалың малды қайтарылады. Ол қалың малға енді кезінде үйге мебель алады, машине алады, үй алады, жетіп жатса, бірінші жарнамасын жасайды. Егер де тараптар келісіп жатса, бірін-біріне қайтаруға құқылы. Ал егер де жоқ, қайтарылмайтын дүние болатын болса, сатылып кеткен дүние болса, или жойылып кеткен дүние болса, ол қайтарылмайды. Ол тараптардың өзара келісіміне байланысты. Ондай міндеттеме жоқ заңда. Оны заңдастыру мүмкін ба? Мысалы, мен қалың малды берейін деп жатырмын, мысалы, осы заңды түрде, мысалы, бір жерде бір тіркелген деген. Меніңше заңдастыру мүмкін емес. Мүмкін емес. Ал келісім шарт жасаушы? Келісім шарты болады. Неке келісім шарты бойынша ол көбінесе біздерге ол қалың мал бойынша емес, ол жерде таза мына мүлік мәселесі бойынша қыздың немесе ер жағындағы кәсібі болсын, малы болсын, дүниесі болсын, сол бойынша ғана неке шартын қояды. Тәжірибеңізде болды ма осылай қалың мал жайлы, қалың мал жайлы кеп айтып келеді, ер кісілер айтып келеді, әйел кісілер айтып келеді. Оны айтамыз, ол қалың мал қыз қайда кетті? Допустим, айтады, $5000 мен үйленген кезде менің әке-шешем берді. Ол қайда кетті? Екеулеріңіздің дүниелеріңізге кетті ғой, мебель алдыңыздар, шетелге барып дем алып келдіңіздер, оны қалай қайтарасыздар? Сізде оның $5000 жартысы сізде жұмсадыңыз. Біз айтып, кей кезде қайтарып жібереміз, ол мәселе бойынша, бірақ мүлкін ғана бөлісеміз. Заң тарапынан қалың малды бөлісу мүмкін емес, өйткені ол дүние зат емес қой. Көріп оценкасын беретін. Енді мысалы айтыңызшы, бұл заңды тұрғыда сауаттылық, алдын ала мүлікті келісіп алады, артынан жаңа ажырасқан жағдайда не болмас үшін деген сияқты түсініспеушілік болмасын. Бірақ қаншалықты бұл практика дұрыс, одан кейін жастардың ойында болмай ма, біз ажырасатын болсақ деген сияқты бір страховка деп айтамыз ғой, өзі сақтап жүрмей ма? Көбінесе ерлі зайыптылар келмейді, жастар. Әке-шешелер алып келеді бізге. Ерлі зайыптылар өйтіп біз мүлікті бөлісеміз деп ойламайды. Әке-шешелері, туған туысқандары, аға, әні, әпкелер алып келеді ерлі зайыптыларды осында келісім шартқа. Ал бұл көбіне ауқатты отбасылар ма? Ауқатты отбасылар көбіне, иә. Енді шынымен де меніңше өте қиын жағдай сияқты, себебі меніңше адамның психологиясына бірден кіретін сияқты, бұл не? Онысын білмедім енді. Заң тарапынан жазылмаған психологиясы. Заң тарапынан сонда қалың малды егерде ешқандай неңіз болмаса, онда қайтара алмайсыз дейсіз ғой. Қайтара алмайсыз. Түсінікті, сұрақтарыңызға жауап алдыңыздар деген ойдамыз. Уақыт бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз. Жақсылықта жүздесейік, енді құрметті көрермен, ажырасу жоқ болсын, тек қана бақыт болсын дейміз отбасыда. Ал дәл қазір бізде шағын ғана үзіліс, сәлем сау қайтара аламыз.